Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағының 81-ші сабағы шамалар арасындағы тәуелділікке есептер шығару дөңгелек диаграмма деп аталады. Яғни бүгінгі сабақта өзара байланысты шамаларға қатысты есептерді шығаруды, диаграмманы оқуды қайталаймыз. Кәнеке алдымен математикалық сергіту орындап жіберейік. Алдымен 4-ті 10-ға көбейтейік. 40-ті 8-ге бөлеміз. 5-ті 40-қа көйтеміз. 200-ді 100-ге бөлеміз. 2 9-ым. 18 5-ге көйтеміз. 90-ды 30-ға бөлген кезде 3 шықты. Ал енді балалар шамалар арасындағы тәуелділікті қайталайық. Мысалы, бір қалам 7 дана қалам 140 теңге тұрады. Бір қаламның бағасы қанша теңге деген есеп. Бұл жерде біз құнын санына бөлеміз. 147-ге бөлгенде 20 теңге. Енді шарды қарайық. Бағасы 10 теңгеден 6 дана шар қанша теңге тұрады? Бұл жерде көбейту амалы қолданылады, яғни 60 теңге. Өшіргіштің бағасы 15 теңге. 30 теңгеге қанша өшіргіш сатып аламыз? Бөлу амалымен орындайық. 2 дана. Ал енді шамалар арасындағы тәуелділіктің және қандай түрі бар еді? Қандай шамаларға байланысты тәуелділікті білеміз? Жылдамдық, уақыт, қашықтық. Яғни қашықтықты табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. S тең V көбейту T. Жылдамдықты табу үшін қашықтықты уақытқа бөлеміз. V тең S бөлу T. Уақытты табу үшін қашықтықты уақытқа бөлеміз. Жылдамдыққа бөлеміз. T тең S бөлу V. Ал енді естерімізге түсірейік. Оқулықта берілген осы формулаларды жақсылап жаттап алайық. Ал енді диаграммаға келейік. Диаграмма бұл мәліметтерді талдау мен салыстыру ыңғайлы болу үшін кестедегі мәліметтердің көрнекі графиктік түрде берілуі. Ол график түрде беріледі, немесе дөңгелек диаграмма түрінде беріледі. Мысалы, оны техникада пайдаланамыз, және медицинада, астрономияда, географияда. Бағандық диаграмма деген мінеке осындай. Ал дөңгелек диаграмма, мысалы, көк түсте 1-4-ші сыныптар, ал жасыл түсте 5 пен 9-шы сыныптар, қызыл түстегі 10 мен 11-ші сыныптар. Яғни, ең көбі мектептегі оқушылары 5 пен 9-шы сыныптар оқушылары өте көп екен. Мысалы, олар 5 пен 9-шы сынып 399 болса, 1-4-ші сынып бастауыш сыныптар 356 екен, ал 10 мен 11-ші сыныптың оқушылары 102. Неге дөңгелек диаграмманы осындай мәліметтерді пайдалану үшін, білу үшін біз пайдаланамыз. Ал енді оқулықтағы есептерге келейік. Номері 1-ші тапсырма 5-ші бетте. Есептеуіміз керек, жауаптарды өсу ретіне қарай дұрыс орналастырсаң, түсім туралы мақалды оқи аласың дейді. Алдымен көбейтуді орындайық. 9100-ді 30-ға көбейтеміз. 273 мың. 2500-ді 30-ға көбейтеміз. 75 мың. 2000-ді 50-ге көбейтеміз. 100 мың. Енді өсу ретімен орналастырайық. Яғни, жеріне қарай жемісі дейді. Неге жеріне қарай жемісі деген мақал шықты. Номер 2-ші тапсырмада біз
секундпен, минутпен, миллиграммен, килограммен, метрмен, тоннамен өрнектеуіміз керек. Үлгіге қарай отырып өрнектейік. Мысалы, секундпен 3 минут 10 секунд дегеніміз 1 минутта 60 секунд бар. 3 минутты 180. 180-ге 10 секундты қосып жібереміз, сонда 190 болады. 20 минутта 60-қа көбейтеміз және 15-ті қосамыз. Үлгіге қарайық, мінекей осылайша орындаймыз. Түсінікті ме? Ал енді номер 3-ші тапсырмада есептерді шығаруымыз керек. Есеп шығаруға арналған формулаларды жазуымыз керек. Жылдамдық, уақыт, қашықтық берілген. Мысалы, біріншісінде жылдамдық 60 км сағат. S тең 600 км, қашықтық 600 км. Бізге табуымыз керек уақытты Т тең сұрақ белгісі деп алып, шешуі жауабын табамыз. Ол үшін формулаларды пайдаланамыз. Өз беттеріңізбен шығарып, менің шығаруымнан тексереміз және көбейтулерді өз бетімізбен, бөлуді де өз бетімізбен орындаймыз. Бірінші үлгіге қарай отырып шығара қойыңыздар. Номер 4-ші тапсырма 7-ші бетте. Диаграммаға қара. Бір жыл ішінде қандай күндер бәрінен көбірек дейді. Яғни, бұл жерде сары түсті. Сары түсті, яғни бір жылдың ішінде ашық күндер көбірек екен. Бір жылдағы жалпы күн санының қандай бөлігі ашық күндер? Яғни, бір жылда дөңгелек диаграмманың жартысы сары түспен боялып тұр. Яғни, бір жылдағы жалпы күн санының қандай бөлігі ашық күндер деген 2-ден 1 бөлігі. Жарты дегеніміз бұл 2-ден 1. 2-ден 1 бөлігі бұл ашық күндер екен. Ал бұлтты күндер ше? Бұлтты күндер, яғни сор түсті, бұл 4-ден 1 бөлігін алып жатыр. Яғни диаграмманы 4-ке бөлгенде оның 1 бөлігі ғана бұл бұлтты күндер екен. Қарлы күндер көк түспен. Ол 8-ден 1 бөлігін алып жатыр екен. Жылына шамамен қанша күн бұлтты дейді. Бұлтты күндер 4-ден 1 бөлігін алып жатыр. Мысалы, бір жылда 365-366 күн бар десек, 365-366-ны біз 4-ке бөлеміз. Сонда бұлтты күндер саны шығады. Бір жылдағы жауын-шашынды, жаңбыр, қар және жауын-шашынсыз бұлтты күндерді салыстыр дейді. Кәнекей салыстырайық. Жаңбырлы күндер қанша екен? Және жауын ашық күндер қанша екен? Жауын-шашынсыз күндер. Яғни жауын-шашынды күндер аз, солай ма? Ал енді 5-ші тапсырма. Сүт фермаларының бірі өнімдерін мынадай арақатынаста шығарады. Барлық өнімнің жартысын сүт өнімі құрайды. 4-ден 1 бөлігін айран, 8-ден 1 бөлігі майлы айран және 8-ден 1 бөлігі кілегей. Егер фермада 60 литр сүт шығарылатын болса, онда басқа өнімдер қанша литрден шығарылады дейді. Яғни, сүт фермаларының бірі барлық өнімдерінің жартысын сүт алып жатса, яғни жасыл түс бұл сүт өнімдері. 4-ден 1 бөлігі айран дейді. 4-ден 1 дегеніміз бұл ширегі, яғни айран, сарғыш түсті. Енді 8-ден 1 бөлігі кілегей және майлы айран. Көрдік па? Енді бізге айтады, егер фермада 60 литр сүт шығарылатын болса, онда басқа өнімдер қанша литрден шығарылады? 60 литр болса, оның жартысы сүт өнімдері, яғни 30 литрі сүт өнімдері. 4-ден 1 бөлігі, яғни 15 литрі бұл айран. Енді өз бетіңізбен майлы айран мен кілегейді таба қойыңыздар. Сонда балалар 60 литр бұл сүт, 15 литр
мен 15 литр айран, яғни 30 литр, қалған майлы айран мен кілегей бұл 15 литрден бар екен, шығарылады екен. Номері 6-шы тапсырма. Бақшаның пішіні тік төртбұрыш тәрізді, оның ұзындығы 240 метр, ал ені 4 есе кіші. 240 метр, ені 4 есе кіші десе, яғни 240-ты 4-ке бөлеміз, 60 метр екен ені. Солай ма? Бақшаның барлық ауданының 4-тен 1 бөлігіне қызанақ. Барлық ауданы дегеніміз аны б-ға көбейту, яғни ұзындығы мен енін 240-та 60-қа көбейту. 14400 екен барлығы. Оның 4-тен 1 бөлігіне қызанақ, яғни 14400-ді 4-тен 1 бөлігі деген мінеке 4 бөлікке бөлем, соның 1 бөлігінде қызанақ, яғни 14400-ді 4-ке бөлеміз, 3600 метр квадрат. Қызанақ мынадай жерге орналастырған екен, 3600 метр квадрат жерге. Енді қалған 4-тен 1 бөлігіне қияр дейді. Ал жартысына картоп отырғызылған. Жартысына демек картоп отырғызылған. Әрбір көкөніс қандай ауданды алып жатыр дейді. Егер қызанақ 3600 болатын болса, қияр да 3600. Ал картопты табу үшін 3600-ді 2-ге көбейтеміз. Ал картопты табу үшін немесе 14400 барлық ауданды 2-ге бөлсек те болады, 7200. Номер 7-ші тапсырма 8-ші беттегі. Бұл жерде көбейту, бөлу амалдары бар. Үлгіге қарай отырып, өз бетіңізбен шығарыңыздар. Номері 8-ші тапсырмада кесте бойынша есептер құрастыруымыз керек. Олардың әрқайсына 2 кері есептер құрастыруымыз керек. Кері есеп құрастырмай-ақ қояйық, бірақ та біз есептер құрастыруымыз керек. 2500 теңгеден 2 дана, қанша дана 5000 теңге болады дейді. Мысалы, дүкенде 2500 теңгелік жейделер бар бағасы. 5000 теңгеге қанша дана жейде түседі десек, біз бұл жерге 5000 теңгені 2500-ге бөлем, сонда 2 дана шығады. Көрдік пе? Міне осылайша үлгіге қарай өтіп шығара қойыңыздар. Номер 9-да біз әрбір сандар тізбегінің заңдылығын анықтап, қалдырылған сандарды жазуымыз керек. Мысалы, 12, 23. Біз қанша сандар тізбегін анықтау үшін 23-тен 12-ні азайтамыз. Яғни 11 шықты. Яғни 23-тен 12-ні азайтқанда 11 болады. Біз 23-тен кейінгі санды табу үшін 23-ке 11-ді қосамыз. 34. 34-ке 11-ді қосқанда 45 болды. Мінеке көрдік па? Енді әр жағдайына қарайық. 45, 36, 27, 18. Яғни бұл жерде 9-ға еселік сандар кему ретімен берілген. 45, одан соң 36, 27, 18, одан кейінгі сан сонда 9 болады. Мінеке, үлгіге қараңыздар. Б жағдайда 6, 12, 24, арғарай 48 болады. 2 есе арты отырады. 2-ге көбейтіп отырамыз. 6-ны 2-ге өткенде 12 болды. 12-ні 2-ге өткенде 24. 24 2-ге өткенде 48. Арғарай не 96, 192 кете береді. В бөлігінде 2, 3, 5, 8, 12, 23. Заңдылықты анықтаңыздар. Қандай заңдылықпен 17 саны шықты екен? Үй тапсырмасы тік төртбұрыш пішінді, бақшаның ұзындығы 72 метр, ал ені 30 метр. Осы бақшаның ауданының 1/10 бөлігіне сәбіз, қалған бөлігіне қызылша мен орамжапырақ егілген. Егер 90 квадрат метр жерде қызылша егілген болса, онда орамжапырақ қандай ауданды алып жатыр дейді. Яғни 72, ұзындығы 72 квадрат метр, ені 72 метр, ал ені 30 метр. Осы бақша ауданының 1/10 бөлігіне, яғни біз алдымен ауданын тауып аламыз. 10 бөлікке бөліп қойды мінеке. Енді оның
оннан бір бөлігіне сәбіз, қалған бөлігіне қызылша мен орам жапырақ. Яғни қалған бөлігіне қызылша мен орам жапырақ енгізілген екен. А тең 72 болса, В тең 30. Аудан табамыз, 72-ні 30-ға көбейтеміз. 2160 шықты. Енді осы жерде оннан бір бөлігін тауып аламыз. 2160-ты 10-ға бөлеміз. 216 квадрат метр. Бұл сәбіз егілген жер. Егер 900 квадрат метр жерге қызылша егілген болса, онда орам жапырақ қандай ауданды алып жатыр дейді. Барлық аудан 2160-дан азайтамыз. Сәбіз егілген жер 216, оған 900-ті қосамыз. Сонда 1044 квадрат метр жерге орам жапырақ егілген екен. Балалар, кәнекей бүгінгі сабақ бойынша сабақ түсінікті болса, жұлдызшаны, түсінгендейін болса 4 бұрышты, егер түсінбесеңіздер 3 бұрышты астына төменге қалдыра қойыңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.